Жаңа әңгімені қабыл алыңыздар. Опасыз күйеуден сақтасын. Телефоны шырылдап жатса да, Сымбат орнынан тұрғысы келмеді. Басы ауырып, құлағы шуылдап, мазасының болмай жатқаны. Ешкіммен сөйлесуге зауқы жоқ. Бірақ телефонның дыңылы тоқтар емес. Амалсыз орнынан көтерілді. Қуаттауға қойған телефонын алып қарап еді, анасы екен. Алло, Сымбатжан, телефоныңды көтермей жатырғаның не? Аманшылық па? Көптен хабарсыз қалдың. Ана кішкентайлар ауру сырқаудан тыныш па? Мен хабарласпасам, өзің телефон соқпайсың. Хабарыңды білгелі жатырғаным? Әкең сәлем айт деген. Үлкені демалысқа шықса, 2-3 күнге келіп кетсеңдерші. Жиендерді иіскеп, бір мәз болайық деп анасы самбырлап жатыр. Сымбат ештеңе білдірмеуге тырысты. Даусын өзгертіп: Есенсіз бе, апа? Бізде бәрі шүкір. Әкеме де сәлем айтарсыз. Аманшылық, еш жаңалық жоқ. Балаларды білесің, кіріп шығып жүргені. Сабақтың аяқталуына да аз қалды. Мүмкін барып қалармыз. Сендерді сағынып жүрмін деп жылап жібере жаздады. Жаным сол. Сағынсаң кел. Бізде сол малдан шыға алмаймыз. Осыларды сатып, мал ауылдан кетейік. Балаларға жақын боламыз деп, әкеңе қақылдауымның кемі жоқ. Мені тыңдап жатырма. Қайтейін, құлыным, аман жүрсеңдер болар. Үн-түнсіз жатып алмай, телефон соғып тұрсаңдаршы. Ана қымбатты сол. Өзім іздемесем, бір хабарласайын демейді. Не қылған бітпейтін шаруа екенін. Жарар, онда тұтқаны қойдым дегенде, Сымбатта тұтқаны қоя салды. Анасының сөзінен соң көз жасына ерік берсін. Жаны да, жүрегі де жаралы. Басындағына ата-анасына қалай айтпақ. Сағатына қараса жұмысқа барар уақыт жақындап қалыпты. Бүгін бірінші сағаты бар еді. Балалары түстен кейін оқитын болған соң, сиырын сауып келіп жатып қалған. Соңғы уақытта басы көп ауырады. Ауырмай қайтсын, күйеуінің күйігі жанын күйдіріп барады. Көптен бері қылығының өзгергенін байқаса да, жамандыққа қимаған. Өз көзімен көріп, қолымен ұстап алғалы, бәрінің ойраны шыққаны. Өмір сүргісі келмей кететін кездері де болғанымен, осы бір балалары жанына медеу еді. Мен өлсем, бұлар жетімдік көрер. Әкесінің ештеңесі кетпес деген ойлар өмір сүруіне мүмкіндік беретін. Осы ойлармен басын көтеріп, сүйретіліп жүргені. Ертең сенбі екені есіне түсіп, әпкесі Қымбатқа хабарласты. Не болды, Сымбатжан, ертелеттің ғой. Жаңа анам да хабарласып еді. Әйтеуір аманшылық болар деді тұтқаның ар жағынан. Аманшылық, ертең сенбі болғасын балаларды алып, өзіңе барып қайтсам деп едім, бола ма? Деді. Рұқсат сұрағаны несі, келе бермейсің бе? Жезден жұмысқа жүргелі жатыр. Әңгіме айтып серпіліп қалармыз, деді әпкесі. Жақсы, онда ертең кездескенше деп тұтқаны қойды да жұмысына жиналды. Ертеңіне таң атысымен Сымбат сиырларын сауып, өріске бақташыға қосып жіберді. Қаймағын тартып, сүтін пісіріп, әпкесіне апаруға дайындады. Балаларын оятып, өзі көршіге жүгіріп кетті. Сиырларын тапсырып кетпекші. Таксиге тапсырыс беріп қойған еді, сағат 7:30-да жетіп келді. Әпкесі Қымбат көрші Бестаң ауылында тұрады. Ауыл арасы 2 сағаттық жол. Өзі 2 баласымен таксиге орналасып, жолға шықты. Жол бойы терезеге телміріп ойланып келеді. Терең оймен отырғанда 2 сағаттық жолдың қалай өтіп кеткенін байқамай қалды. Көлік тоқтағанда әпкесінің үйінің қасында тұрғанын байқады. Мә, келіп қалыппыз ғой. Балалар түсіңдер. Келдік деп қалтасынан жол ақысын шығарып, жүргізушімен есептесті. Көліктің тоқтағанын байқады ма, әпкесі жүгіріп шығып, балаларын құшақтап жатыр. Мәссаған, қалай өсіп кеткенсіңдер? Жүріңдер үйге. Бөлелерін күтуде. Кіріңдер, қане деп балаларды аулаға кіргізіп жіберді. Өзі кері бұрылып, 2 сөмкемен мықшыңдап келе жатқан Сымбатқа: Қыз-ау, не арқалап келесің? Әкел, біреуін алайын. Амансың ба, түріңе не болған? Өңін бозарып тұрма, әлде маған солай көріне ме, деді Сымбатпен амандасып жатырып. Ой, әпке, сіз әзірге сұрамай тұра тұрыңыз. Жайланып болған соң, асықпай айтармын. Ішім толып, шерменде болып келемін, деді әпкесіне қарап. Қымбат түсінбей қарады. Сонда да үндемей, алдына түсіп қақпаның есігін ашты.
Мамыр айы болған соң ба, күннің жылылығы айналаған нұрын шашып тұр. Жып-жылы. Үп еткен желде жоқ. Әпкесі жаз үйге көшіп алған екен, дастарханды сонда дайындапты. Ыссы шай мен буы бұрқыраған қуырдақты айтсаңшы. Балалар таңғы астарын ішпей шыққан соң ба, тамаққа бас салды. Сымбат әкелген базарлығын әпкесіне беріп, өзі де үстелге жайғасты. Астарын ішіп, балалар үлкен үйге кеткен соң қымбат. Айтпақшы, балалардың көзінше сұрағым келмеді. Алмас қайда? Сол бәле бірдеңе бүлдіріп жүргеннен сау емес пе? Өткенде аудан орталығына барғанымда бір келіншекпен кетіп бара жатырған адамды Алмасқа ұқсаттым. Бірақ алыстау болғасын дұрыс айыра алмай қойып едім. Көңілімде күдік болып қалса да, өзіңнен сұрауға батылым бармады. Көздері ойнақшып, жаны қыдырып жүруші еді. Біреуді тауып алғаннан сау емес пе, демесі бар ма? Несін айтайын, әпке? Көргенің рас. Біреуді тауып алғаны былай тұрсын, буаз етіп қойыпты, деді Қымбатқа қарап. Өш, қасқа, не деп отырсың? Буазы несі, есі дұрыс па? Сен қайда қарап жүрсің? Былбырап жүргеніңде лағып кеткен ғой. Сен де бір жүрген боссың. Шаңын қағып алмайсың ба? Деп Қымбат өзіне дүрсе қоя берсін. Қойшы, әпке, сізде қызықсыз. Оның шаңын қаққанда не табамын? Бұрыннан қыз құмар екенін мен көрмей келіппін. Мектепте бірге жасайтын қатар келіншектер бірдеңелерді сыбырлап жүретін. Мен сорлы соның сөзіне сеніп, аузымды ашып жүре беріппін. Біресе жарыс, біресе турнир деп ауданнан шықпай кетсе де, алаңдамай жүргем. Наурыздағы демалыс кезінде, ауданға кеткеннен оралмады. Әрі күттім, бері күттім. Арада бір 7 уақыт өтті. Телефон соқсам көтермейді. Өлі тірісін білейін деп, ауданға іздеп бардым. О, Сымбат, қалың қалай? Алмас екеуің екі бөлік жүргендеріңе жол болсын. Жаңа ғана Алмасты көргем. Мына дәмханаға кіріп барады дегені. Жан ұшырып айтқан дәмханасына барсам, сабазың бір келіншекпен отыр. Мені көріп түрі бұзылып қоя берді. Айқайға жоқ сорлымын. Сол жерде не дерімді білместен, шығып ала жөнелгенім. Ауылдың көлігіне мініп тайып отырдым. Сабазың кештетіп жетіп келіп тұр. Беті шіміркпестен балаларын құшақтап мәз. Ішім қайнаса да ләм-мим демедім. Шай үстінде шыдамай сөз бастап, хабарласпай қалғаныңа уайымдап, шарқ ұрып іздеп жүрсем. Салдақыңды құшақтап, дәмханада отырғаныңа жол болсын. Қай бетіңмен келіп отырсың? Мұны қалай түсіндіресің, дедім. Айтатын ештеңесі жоқ. Бәріне өзің кінәлісің. Бала туған соң семіріп кеттің. Өзіңе қарауды қойдың. Мен де еркекпін. Ұнатып қалдым, не істеуім керек енді, деп сандырақтап отыр. Сонда балаңды туып, жағдайыңды жасап отырғаным үшін жазықтымын ба, дедім зар еңіреп. Сендерді тастағым келмей. Оны да сүйемін. Оның үстіне оның аяғы ауыр. Егер келсең, бәріміз бірге тұрайық дегенін естіп қаным басыма шапты. Тұра тұр. Не деп кеттің? Сонда сенің әлгі жармес байың тоқал аламын деп отырма, деп Қымбат ышқынып шықты. Солай болып тұр ғой. Сөзімді бөлмей әрі қарай тыңдашы, дедім. Қалай бөлмеймін? Не деп отырғаныңды білемісің? Оңбаған, құтырған екен. Көрсетейін мен оған, тоқал алғанды, деп Қымбат долданып. Сенің осы бір жайбасарлығыңды басынып отырғанын қарашы. Осыдан қолыма түссін. Тоқал түгіл, үшінші қатын алмайтындай етіп берейін дегені. Әпке, оған сөзіңді шығын қылып қайтесің. Егер дені дұрыс болса, осылай жасар ма еді? Санасының жоқтығынан жасап отыр ғой. Жылап-жылап көзімде жаста қалмады, деген Сымбат көзінің жасын сүртті. Несіне сораңды ағызып отырсың, басына бір тепте кетіп қал. Мен болсам бір күнде отырмас едім, деді Қымбат сіңлісіне жаны ашып. Ой, әпке, отырудың да, тұрудың да қажеті жоқ. Келіспесең кетемін, деп киімдерін арқалап өзі тайып отырды. Содан бері ұшты күйлі. Елге қарар бетімде жоқ. Солай жүріп жатырған жайымыз бар. Енді қайтсем болады, деді Сымбат әпкесіне қарап. Онда несіне қайғырасың? Ел қатарлы жұмысың мен басыңда баспанаң бар. Балаларың аман. Неге сен ұялуың керексің? Қайта сендей жанды бағаламаған өзі ұялсын. Ондай опасыз күйеуден сақтасын. Менің ақылымды тыңдасаң, ажыраста жөніңе отыр.
Бір рет осылай жасады ма, енді бұрынғыдай болмайды. Айтпақшы, ана шешесіне айттың ба? Ол не дейді? Көңіліңе келсе де айтайын, осы күйеуіңді басында көргенде-ақ жаратпап едім. Көзі ойнақшып, айналасын ішіп жеп отыратыны көңіліме ұнамаған. Енеме айтқанмын. Ол кісі не десін? Өмір бойы мал соңында жүрген жандар. Балаларын туғаны болмаса тәрбиесімен үлкен енем айналысқан. Дегендерін жасап, тым еркелетіп жіберген бе, ана үлкен баласы да жақында ішіп алып, біреумен төбелесіп басын жарып қойыпты. Өздері де ушу болып, бастары қатып жатыр. Менің мәселемді қайтсын олар деп Сымбат ухлеп алды. Сен ухлегенмен бәрі орнына қайтып келмей. Жалғыз сен емес ажырасып жатқан. Ондай адамнан құтылғаныңа қуан деген Қымбат орнынан тұрып, терезе алдындағы телефонын алды. Жездеңе хабарласып жіберейін. Мана таңғы көлікпен шығып кетіп еді. Ендігі жетіп қалған болар. Сен шайыңды іше бер, мен қазір сыртқа шығып сөйлесіп келейін деп есік алдына шығып кетті. Сымбат ойланып отырып қалды. Әпкесінің де айтуы орынды екен. Алмас тастады деп еңсемді түсіріп езілуіме жол болсын. Басымды көтеріп, балаларым үшін өмір сүруім керек екенін білсем де, біреудің қатты айтуы жетіспей тұр екен деген ойлар ойына оралды. Қымбат ішке сөйлеп кірді. Осылай тексеріп қою керек. Бұларға сенім жоқ. Өзіңде де бар. Аузыңда ашып жүргенің. Қашанда соның сөзін сөйлеуші едің. Енді жақтасайшы деп кекесінмен қарады. Қымбаттың мінезі тік және адуын болатын. Бетің демей, көзің демей айтып тастайды. Және ешкімнен тайсалмайды. Ұрыс десе дайын тұрады. Қарап. Ал Сымбат керісінше биязы, жұмсақ мінезді болатын. Айқай бар жерден қашып жүруге тырысатын. Алмастың да айтқанын екі етпей, үнемі дегеніне жығылушы еді. Сымбат екі ағайынды. Әпкесі Қымбат өзінен 2 жас үлкен. Бүгінде жасы 30-дың екеуіне келген. Жоғары оқу орнын бітірген бойда көрші Бестаң ауылының жігітіне тұрмысқа шыққан. Қазіргі күні 3 баланың анасы. Өзі мектепте мұғалім болса, жолдасы Қайрат вахтада жұмыс жасайды. Ал Сымбат оқу орнын бітірген соң, жолдамамен Тасқұдық ауылындағы мектепке жұмысқа орналасқан. Мамандығы мұғалім, математика пәнінен сабақ береді. Жолдасы Алмаспен осында келіп танысқан. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін жан өзін бірден баурап алған. 1 жылдан соң екеуі үйленген болатын. Содан бері 7 жыл зымырап өте шығыпты. Үлкені Айдын биыл мектеп табалдырығын аттады. Ал ата-аналары өмір бойы мал соңында жүрген жандар. Тау бөктеріндегі шағын шаруашылықта қой бағады. Әкесі бері келгісі жоқ, анасы кеткісі келеді. Солай күндері өтіп жатыр. Ата-анамызға айтып бе едің? Анам кеше сөйлескенде сен туралы ештеңе демеді. Соған қарағанда білмейтін сияқты ма деп әпкесі өзіне қарады. Қалай айтамын? Телефонмен айтуға дәтім бармады. Сабақтың бітуіне 2 жеті қалды. Одан соң имтихандарды аяқтап болған соң, балаларды алып, малды ауылға барып қайтатын шығармын. Өздерін сағынып жүрмін. Сен де жүрсеңші, бәріміз бірігіп барайық деп Қымбатқа қарады. Жақсы ұсыныс айттың, барар кезде хабарласарсың, мен де сол уақытта демалысқа шығамын ғой деді әпкесі. Алмастың қылығын сөз еткен әпкелі сіңлілер біразға дейін біресе жылады, біресе күлді. Ішіндегіні айтып, Сымбат та жеңілдеп қалғандай. Сол күні әпкесінің қасына қонып, ауылдарына ертеңіне қайтты. Қымбат айтарын айтып қайрап жіберсе де, Сымбаттың көңілі пәс еді. Сымбаттың әпкесіне келіп кеткелі 2 жеті уақыт өткен. Жұмыс деп жүріп хабарласа қоймады. Ертең соңғы қоңырау деп дайындалып, кешкісін киімдерін үтіктеп жатқан болатын. Телефонын кіші баласы ойнауға алып кеткен еді. Бір мезетте анашым, нағашы әжем қайта-қайта қоңырау шалып жатыр деп әкеліп бергені. Шынында анасынан 5-6 рет қоңырау түсіпті. Неге бірден әкелмегенсің, ойнаймын деп аласыңдар да, осылай қақсатып қоясыңдар деп сөйлеп жүріп, анасына қайта шықты. Алло, апа дей беріп еді, анасы бірден. Қымбатжан, телефон алмай зәремді алдың. Сағанда бірдеңе болып қалды ма деп қорқып едім. Ана Сымбатқа не болды, бардың ба дегені. Сымбатқа не болды? Хабарым жоқ. Аманшылық ба деді, бұл түсінбей. Осыдан 1 сағат бұрын құдағай хабарласты. Сымбат ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдайы ауырлау дейме.
Не болғанын дұрыс түсіндірмей тұтқаны қоя салғаны. Қайтара хабарласам алмайды. Сымбатжан да көтермейді. Айналайын, құлыным, бауырың ғой. Ана Сымбаттың хабарын біліп берші деді тұтқаның ар жағынан ухілеп. Ту, апа, бірден жамандық шақырмаңызшы. Қазір мен хабарласып көрейін. Қай аурухана екенін айтты ма деді анасына басу айтып. Оны сұрамаппын. Аурухана жағдайы ауырлау дегенді естіп есім шығып кетіпті. Құлыныма не болғанын? Әкең екеуміз алаңдап отырмыз. Шыға қоятын көлікте жоқ. Таңға дейін қанша уақыт? Бір хабарын біліп берші деген анасы кемсеңдей бастады. Болды, апа. Жыламаңыз, ауырып қаларсыз. Мен мүмкін болса хабарласып көрермін. Болмаса көлік жалдап сол ауылға барып келермін. Менен хабар болмай, ешқайда шығушы болмаңдар. Жарай ма деген қымбат тұтқаны қойды. Сымбат та Алмас та жауап бермеді. Ол ауылдан тани қоятын таныстары да жоқ екен. Енді қайтпек. Ойланып отырып қалды. Қалай жасарын, қайда барарын білмеген қымбаттың ойына бір мезетте ауылдың фельдшері түсе қалғаны. Телефонын алып, таныс нөмерге қоңырау шалды. Ар жағынан: «Алло, Қымбатжан, не болды? Тағы да балаң ауырып қалды ма? Кештетіп хабарласпаушы едің». Аманшылық болар дей бергенде Қымбат сөзін бөліп жіберіп: «Амансың ба, Сағираш, бұл жолы балам емес, басқа шаруам болып тұрғаны. Мына көрші Тасқұдық ауылының фельдшерін танушы ма едің? Маған біреудің қал жағдайын білу керек болып тұр. Сіңлім сол ауылда тұрушы еді. Ауруханаға түсіпті деген хабар алдым. Не болғанын, қайда екенін біле алмай жатырғанымыз. Өтінемін, біліп берші деді қиыла. Сіңлім дейсің бе? Тасқұдықтың фельдшерін танимын ғой. Қазір. Біліп берейін деп тұтқаны қоя салды. Қазір дегелі 15 минут өтті. Енді Қымбат алаңдай бастады. Қайра қоңырау соғып еді, желі бос емес. Не болса да күтуге тура келді. Арада тағы 15 минут өткенде барып, телефоны шырылдады. «Алло, Қымбат. Көп күтіп қалдың ба? Манадан телефон соғып отырмын». Көтермей, жаңа алды. «Ауданда жүрмін. Бір науқаста келдім. Басынан жарақат алған, облысқа әкеткелі жатыр деген хабар айтты. Аты Сымбат па еді, Сымбат дегендей болды. Не болғанын анық білмейді. Бірақ күйеуінің қатысы бар сияқты. Телефонын берейін, өзің анығын сұрарсың, қазір WhatsApp'тан лақтырамын. Алла бауырыңа шипасын беріп, сауығып кетсін деп тұтқаны қойды». Мына хабарды естіген Қымбат қалшиып тұрып қалды. Басынан жарақаты несі? Тез есін жиып, WhatsApp'тан келіп тұрған нөмерді терді. Телефонмен сөйлесіп болып, анасына қоңырау шалды. Анасы да күтіп отырған секілді, бірден көтерді. «Алло, апа, мен ғой. Сіздер қатты уайымдамаңыздар, Сымбатты облысқа алып кетіпті. Құлап, басын жарақаттап алған секілді. Мен де дұрыс хабарын білмедім. Бұйырса, бүгін Қайрат жұмыстан келу керек. Жолдамын деп жатыр еді. Келгесін балаларды тапсырып, жұмысымнан сұранып, таңертеңгі көлікпен жолға шығармын. Жеткен соң хабарын айтамын. Барамыз деп жолға шығып кетіп жүрмеңдер. Ауруханаға кіргізбейтінін білесіңдер. Әкеме де айтарсыз. Бар деп сізді әуреге салмасын. Менен хабар күтіңдер деп тұтқаны қойды. Оңбасың Алмас, оңбасың. Осыдан қолыма түс, аямаспын деп тістенген Қымбат жолға дайындала бастады. Облысқа жету үшін ертемен ертелетіп шыққан болатын. Арасы 2,5 сағаттық жол біраз шаршатса да, бірден ауруханаға жол тартты. Аурухана қақпасынан кіргенде көлеңкеде тұрған Алмас пен анасын байқап қалды. Бірден тура соларға қарай беттеді. «Келе. Оңбаған, қай бетіңмен келіп тұрсың? Осыдан бауырыма бірдеңе болса, сені аямайтын боламын. Естідің бе?» деп Алмасқа тұра ұмтылды. Құдағайы арашаламаса ұрып тастайтын түрі бар. «Құдаша, бір ашуыңызды беріңіз. Баламды жақтап тұрғам жоқ. Бірақ қазір маңыздысы Сымбаттың денсаулығы. Жазылып кетсінші. Кеше келгеннен хабарын біле алмадық. Дәрігерлік тексеріс деп ешкім хабарын айтар емес» деп сөзге араласты. Басы жарылатындай не болды сонда? Айқайы жоқ, шуы жоқ адам қалайша өз-өзінен басын жарады. Сенің қолыңнан келген дүние екеніне күмәнім жоқ.
Қайда ана буа салдақың? Бұл жерде қай бетіңмен тұрсың? Бар, көзіме көрінбей, қай. Полиция шақырып, ұстатып жіберемін әйтпесе деп долданған қымбаттан сескенді ме, Алмас бір шетке қарай ығысып тұрды. Бірдеңе деп міңгірлейтіндей. Әй, қарағым, міңгірлемей, даусыңды шығарып айтсаңшы. Бәріміз естейік деп алара қарады. Менің кінәм жоқ. Айқаласып тұрғанда аяғы тайып кетіп құлап қалды. Бар болғаны сол деп қояды. Шіркіннің айтсын-ай. Тап бір кінәсіз адамдай. Екі баламен тастап кеткенің аздай, не үшін қайтып келдің? Неге келдің деймін саған? Не айтарың жоқ па? Әлде Сымбаттың жақтаушысы жоқ деп ойладың ба? Олай ойласаң, қатты қателестің. Сенімен дауласудың да қажеті жоқ. Шаруаң белгілі деп Қымбат аурухана есігіне беттеді. Қабылдау бөліміне келіп, Сымбаттың жағдайын білгісі келетінін жеткізді. Ол жердегі қыздардан дұрыс жауап ала алмаған Қымбат қолына телефонын алып, камерасын қосты да. Қыздар, бері қараңдар. Камера қосып қойдым. Тап қазір дәрігер шақырмасаңдар, мына видеоны әлеуметтік желіге саламын деп айғайға басты. Келушіден мұндайды күтпеген қыздар, телефондарына жармасып дәрігерді шақырды. Көп ұзамай дәрігер де жетті. Осында біреу айқай шығарып жатыр деп еді. Сіз бе? Кімге келіп едіңіз деді келе. Амангелдиева Сымбаттың қал жағдайын білгім келеді. Неге ешкім, ештеңе айтқысы келмей? Бәріне тек айқай керек пе? Деп шықты Қымбат. Сабыр. Сымбат ханымның жағдайы бір қалыпты, тұрақты. Кеше кешкісін бас жарақатымен келіп түскен болатын. Жарылған жерін тігіп, бас сүйектерін тексерістен өткіздік. Қорқатындай ештеңе жоқ. Сонда да жағдайын бақылау үшін жансақтау бөліміне жатқыздық. Барлық талдаулар алынып, қажетті ем шаралары жасалынып жатыр. Бүгін жағдайының тұрақталуына байланысты интенсивті терапия бөліміне алмастырамыз. 2-3 күн бақылаудан соң жалпы палатаға шығаратын боламыз. Сіз алаңдамаңыз, өміріне төніп тұрған қауіп жоқ. Жақсылап емделсе, сауығып кетеді. Тұрақты ем алып, уақытылы қаралып тұруы керек болады. Басқа сұрағыңыз бар ма деп Қымбатқа қарады. Осылай бірден айтуға болмай ма? Міндетті түрде айқай шығару керек пе? Өзім көруіме бола ма деген Қымбат дәрігерге қарады. Негізі болмайды. Бірақ, сізді 5 минутқа кіргізіп шығарайық. Естідіңіз бе? Тек 5 минут. Кіргізбесек, тағы айқай шығарарсыз. Артық ауыр сөздер болмайды. Үстіңізге қазір халат береді. Жүріңіз деген дәрігер Қымбатқа амал жоқ кейіппен қарады. Рахмет, қатты айтсам кешірім сұраймын деген Қымбат дәрігердің соңынан ерді. Өзін қаттымын деп санайтын Қымбат палатаға кіргенде көзіне жастың қалай үйірілгенін байқамай қалды. Тамағына өксік тығылды. Сымбатты мұндай күйде көремін деп ойламаған. Басы аппақ дәкемен таңылған. Айналасы шиқылдаған аппараттар. Секунд сайын шиқ-шиқ етеді. Өңі бозарып, ерні кеберіп кеткен бауырының жанында көп тұра алмады. Қымбаттың келгенін сезді ме, Сымбат жайлап көзін ашты. Амансың ба, Сымбатжан? Қал жағдайың жақсы ма? Дәрігер бәрі жақсы деген. Алла қаласа, әлі ақ сауығып кетесің деді қолынан қысып. Сымбат сыбырлап, жақсымын, алаңдамаң. Балалар қалай, апамдар келмей-ақ қойсын деді. Балалар жақсы болар. Оларға алаңдама. Өзіммен бірге алып кетермін. Атанамыз менен хабар күтіп отыр. Жақсылап жазылып шық. Бүгін ауылға қайтамын. Ертең қайта келермін. Жақсы, онда мен барайын деп шыға жөнелді. Есік алдында дәрігер күтіп тұр екен. Қымбатты көріп. Сөйлесе алдыңыз ба? Сізге айтуды ұмытып кетіппін. Кеше келген бойда полицияға хабар бергенбіз. Бүгін таңертеңгісін тергеуші келіп кетті. Өзімен сөйлесу мүмкін болмағасын, есін жиғанда хабар берерсіз деп телефон нөмерін қалдырған. Қандай жағдай болғанын білесіз бе деді. Сол біле алмай, сорлап тұрған жоқпын ба? Сіздіңше осындай жағдай құлағаннан болуы мүмкін бе? Күйеуіне айттырсаң құлап қалды дейді. Сіз тергеушінің нөмерін бересіз бе? Өзім хабарласып көрейін деген Қымбат дәрігерге сұраулы жүзбен қарады. Қалай болғанда да қатты соққы алғаны рас. Денелерінің басқа жерлерінде соққы іздері жоқ. Соған қарағанда абайсызда болған болуы да мүмкін. Басқа сұрағыңыз болмаса мен барайын.
Міне сұраған нөмеріңіз. Сау болыңыз деген дәрігер тілдей қағазды ұстатып жөніне кетті. Есік алдына шыққан қымбат Алмас пен анасының қасына келіп Сымбаттың жағдайын жеткізіп, балаларды сұрады. Ауылда қалғанын біліп, құдағай ауылға хабарласып, балаларды киіндіріп дайындап қойсын деңіз. Өзіммен бірге алып кетемін. Сымбат сауыққанша қолымда болады. Артық сөздің қажеті жоқ. Сосын сен бейбақ бері қара. Саған осылай жарасады. Басқаша айта алмайды екенмін. Қазір тергеуші келеді. Менің көзімше бәрін басынан аяғына дейін айтасың. Егер бауырыма қолымның ұшы тиген болса, аяйды деп ойлама деп дәрігер берген нөмерді тере бастады. Тергеуші 1 сағаттың көлемінде келетінін жеткізді. Оған дейін ас ішіп алуды жөн көрген Қымбат көшенің арғы бетіндегі дәмханаға бет алды. Келе ыстық тамаққа тапсырыс беріп, ата-анасына хабарласты. Барлық жайды түгел жеткізбесе де, Сымбаттың жағдайын ғана айтып қоя қойды. Сонда да анасы қояр емес, басын соғатындай қайда құлапты. Мен білсем бірдеңе жасырып отырсың. Ана күйеу баланың қатысы жоқ емес пе? Шыныңды айтшы, ұрып тастап па? Не болыпты, көңілім орнына түсер емес. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Әлгі жиендер қайда екен? Оларды кім қарап жатыр? Ашық тұрған қақпадан ішке енді. Аула іші жинақы, әдемі гүлдер көздің жауын алады. Үйдің есігін аша бергенде ар жақтан біреудің келіп қалғаны. Қымбат бұл ауылға көп келе бермейтін және Алмастың туыстарын жақсы танымайтұғын. Іштен шыққан жан Алмастың ағасы секілді. Түрі ұқсайды, тек Алмасқа қарағанда қаралау. Алмас ұзын бойлы, жұқалтақ, сары жігіт болатын. Сәлеметсіз бе? Сіз Алмастың ағасы боларсыз. Мен Қымбатпын. Балаларды алып кетуге келгенмін деді. Құдаша, амансыз ба? Кіріңіз, төрлетіңіз. Есік алдында тұрғаныңыз не? Әй, Сара, шықсаңшы. Үйге қонақ келді деп жуан даусымен гүр ете қалды. Төргі жақтан тыпырлаған аяқ дыбысы естілді, сірә келіншегі болар. Орта бойлы, қара тыры келіншектің жүзі көрінді. Келген бойда. Қымбат құдаша боларсыз. Жоғары шығыңыз. Мана апам қоңырау соғып еді. Сымбаттың қалы жақсы ма екен? Тезірек сауығып кетсін. Осылай болып қалды. Айып етпеңіз. Алдарыңызда кінәліміз. Кешкісін қайным жүгіріп келді. Сымбат құлап қалды деп. Не болғанын түсінбей қалдық деді кінәлі адамдай. Сөз саптасы дұрыс адамдікі. Қымбат. Сол қайныңыз шығар жасаған. Басқа кім болушы еді? Жиендер дайын болса, алып кетейін деді ашулы түрмен. Ашуланатын орныңыз бар. Балалар осында қала берсін. Аналары сауыққанша өзім қараймын ғой. Айтпақшы, төрге шығыңыз, шай ішіп кетіңіз. Қуыс үйден құр шықпа деген деп ас үйге бет алды. Шай қойып, әуре болмаңыз. Нан ауыз тисем жарайды. Шай ішіп отыратын уақытымда жоқ. Ниетіңізге рахмет, бірақ балаларды алып кеткенім жөн болар. Ата-анамыз алып кел деп қоймай жатыр. Әрі Сымбат пен Алмастың жағдайынан хабардар боларсыз деп Қымбат сұраулы жүзбен қарады. Бері жүрсеңші деп Қымбатты қолынан жетелей ас үйге беттеді. Ешкім жоқ па дегендей артына қарап қояды. Мұндайды күтпесе де, маңызды бірдеңе айтқысы келгенін ұққан Қымбат үн-түнсіз артынан ере берді. Ас үйге кірген соң бөлменің есігін жауып, сіз айып етпеңіз. Қазіргі айтар сөздерімді менен естідім демеңіз. Алмастың жасаған қылығынан бәріміз хабардармыз. Жасы 30-ға келген жігіттің осылай адасқанын түсінбей далмын. Бірақ қайнымның өзінен де бар. Көрінгенге көзін сүзетінін байқайтынмын. Сымбатқа айтар сөзім жоқ. Мінезі жайдарлы, салмақты келіншек. Өмір болғасын, түрлі жағдайлар орын алады. Бірін айтып, басқасына кетіппін. Сол күні Алмастың қасына көңілдесі еріп келген сияқты. Осында келіп енемізге сыбырлап жатқанын құлағым шалып қалды. Өзі құлап қалды деп мыналар бірдеңе жасырып отыр деп айтып үлгерді. Сол мезетте есік ашылып, Сымбаттың балалары кірді. Қымбат тәте, қашан келдіңіз? Апам жақсы ма деп тұра ұмтылғандары. Жиендерін құшақтаған Қымбат, апаларың жақсы, уайымдамаңдар. Жүріңдер, сендерді алып кетуге келдім. Нағашы ата-әжелерің сағындық деп шақырып жатыр. Барасыңдар ма деді. Шын айтасыз ба?
Апам тәуір ме? Деді Айдын кәдімгідей үлкендерше сұрап. Айттым ғой, апаң тәуір. Өзім көрдім. Сендерге сәлем айт деді. Барыңдар киімдеріңді алып келіңдер дей бергенде телефоны шырылдады. Жүргізуші екен. Алло, мана сіз такси қажет деп едіңіз. Басқа көліктің реті болмады. Өзім апарып салайын. Дайынсыз ба деді. Дайынмын, келе беріңіз деген қымбат орнынан көтерілді. Сізге рахмет. Айтқандарыңызды естідім. Ол адам жазасын тартпай қоймайды. Мен жүрейін деп жиендерін ертіп есікке беттеді. Қымбаттар ауылдарына жеткенде күнде ұясына батуға жақындап қалған еді. Ата-анасы тықыршып күтіп отыр екен, көлік тоқтасымен атып шықты. Қымбатта шаруалары жоқ, жиендерімен мәре-сәре. Ау, халайық. Жиендеріңді көріп, қыздарыңды ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Бізге де қарап қойсаңдаршы деп қалжыңдап жатыр. Амансың ба, қызым? Мына жиендер бәрінен артық болып жатырғаны. Аман сау жеттің бе деп әкесі келіп маңдайынан сүйді. Анасы келіп бас салып құшақтап жатыр. У-шумен үйге кірді. Анасы болар, жаз үйге шай дайындап қойыпты. Қымбат киімін ауыстырып келген соң, бәрі дастархан басына жиналды. Ас ішіліп болған соң, балалардың бәрін үлкен үйге жіберіп, қымбат барлық жағдайды толық баяндап берді. Сарадан естігенінде қалдырмады. Ата-анасы үн-түнсіз отырып қалды. Әкесі жаймен. Мына хабарың жайсыз екен. Тап осындай болып жатыр деп ойламаппын. Қарайған малды жиып отырғаным жарамас. Сымбатымның еміне қанша ақша керек екен? Қайратжан, мал алатын таныстарың бар ма? Бәрін сатып қозғалғаным дұрыс болар деп қымбатқа қарап күрсініп қойды. Әй, біліп едім-ау. Бір шикіліктің барын сезіп едім-ау. Құлыным, аман болсыншы. Шыныңды айтшы, көзіңмен көре алдың ба деп анасы қымбатқа сұраулы жүзбен қарады. Апа, олай қарамаңыз. Өзім көрдім, қызың тәуір. Дәрігермен де сөйлестім, қорқатын ештеңе жоқ деді. Алаңдамашы, әлі ақ жазылып қасыңа келеді. Маған сенбейсің бе деген қымбат анасына басын шайқап қарады. Болды. Өзің көрсең болғаны. Малдарды сатып реттегенше жиендерді алып кетейік. Саған да жеңіл болар. Бұлар демалысқа шықпап па еді деді анасы. Балаларды ата-анасына тапсырып, жұмысын реттестіріп, ертеңіне қымбат ертелетіп жолға шықты. Қалаға келе салысымен Сымбатқа қажетті деген дүниелерді алып, артынып-тартынып ауруханаға жетті. Келсе, Сымбатты интенсивті терапия палатасына ауыстырған екен. Кіріп шығуына рұқсатын алып, палатаға келді. Орнынан тұрғыза қоймаған. Өңі кешегідей емес, біраз тәуірленіп қалыпты. Қымбатты көріп қуанып кетті. Әпке, келгеніңіз қандай жақсы болды. Телефонымның қайда қалғанын біле алмадым. Хабарласатын нөмірлеріңіз есімде жоқ. Сізді келмей ме деп уайымдап отыр едім деп орнынан көтеріліп отырмақшы болды. Мұны көрген Қымбат. Мен дәрігер шақырып келейін. Саған не болады, не болмайды, бәрін анықтап, сұрап алған дұрыс шығар. Әзірге қозғалмай жата тұр. Басың ауырмай ма деп сіңлісінің басындағы дәкесін сыртынан сипап. Қазір келемін деп шығып кетті. Біраздан соң емдеуші дәрігермен бірге оралды. Орта жастағы ер адам екен. Көбіне хирургтардың ер адам болып келетіні заңдылық сияқты ма? Сымбат ханым, жағдайыңыз қалай? Басыңыз ауырмай ма? Ауырып жатырса, медбикеге айтарсыз, ауруды басатын дәрі салады. Сонда да анасы қояр емес, басын соғатындай қайда құлапты. Мен білсем бірдеңе жасырып отырсың. Ана күйеу баланың қатысы жоқ емес пе? Шыныңды айтшы, ұрып тастап па? Не болыпты, көңілім орнына түсер емес. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Әлгі жиендер қайда екен? Оларды кім қарап жатыр? Тергеушінің қолы бос емес екен, түстен кейін барамын деді. Не болғанын маған айтып берші. Алмастан күдеріңді үзіп, өзіңді, балаларыңды ойла. Әкем мен анам малдарын сатып, ауданға көшеміз деген шешімге келді. Сенің қасыңда болмақшы. Жаныңда атанаң, бауырың бар. Сондықтан алға қарай жүру керек, дей бергенде Сымбат. Айтуыңыз орынды, әпке. Анаммен сөйлесіп алайын. Сосын асықпай айтармын деді. Сымбат сөзін асықпай бастады. Сізге барып келген күннің ертеңіне Алмас қоңырау шалып қаладан үй алғалы жатырмыз.
Сен отырған үйді сатамын, босат дегенді айтқан болатын. Үйді сатамыны несі? Үй сенің атыңда емес пе не? Ол үйді бағдарламамен алған жоқ па едің? Деген қымбат бауырына түсінбей қарады. Дипломмен ауылға деген бағдарламамен алғанбыз. Әуелі мен құжаттарымды дайындап жүрдім. Онымен әрі күтпен біразға созылып кетті. Кейін бала күтіміне байланысты демалысқа шығып кеттім. Үйді Алмастың да атына алуға болады дегесін соған жазғанбыз. Атағы болмаса, осы уақытқа дейін несиесін өз айлығымнан төлеп келемін. Алмастың қоңырауы жиілеп кетті. Күнде хабарласатынды шығарды. Сабақ аяқталғанша күт десем де қояр емес. Соңғы күндері қоңырауына жауап бермей тастағам. Хабарламаларын көрсең қорқытып жазып қойыпты. Мен таныған Алмас емес, басқа біреу секілді. Оқиға орын алатын күні кешке қарай балам екеуміздің киімдерімізді үтіктеп жатқам. Кешкі апақ-сапақта Алмас кіріп келіп тұр. Қасында бет-аузын 5 батпан қылып бояп алған сылқымы бар. Жас келіншек па десем, жасы бізден едәуір үлкендігі білінеді. Келе. Сабақ біткенше дедің, бүгін бітті. Үйді босат деп бақырсын. Түсінбей қалдым. Қайта балалар сыртта ойнап жүрген болатын. Алдым қараңғы, түнде балалармен қайда барамын? Шықпаймен дедім. Шық деп қояр емес. Шықпаймын деп тұрып алдым. Қасындағысының шықпай қайда барасың, кет дегенде итте кетеді. Жақсылықпен шығып кет деп шаңқылдамасы бар ма? Алмасқа қарап, мына салдақың қалып па еді, маған сөйлейтін. Мен шыққанмен бұл үйді сата алмайсың. Несиесін мен төлеп келемін. Және сатуға менің рұқсатым жоқ дегенмін. Кімді салдақы деп тұрсың деп жетіп келіп, шашыма жармасқаны бәрі әп-сәтте болғаны соншалық, не болғанын түсінбей қалдым. Қарсыласамын деп жүргенде қатты итеріп қалды да, басыммен пештің жақтауына соғылып құладым. Пештің жақтауы темірмен қапталған болатын. Салмақпен қатты құлаған сияқтымын. Басымның терісін сыдырып кетті ме, қан бұрқ ете қалды. Содан кейінгісі еміс. Сыдырған емес, темір ойып түсірген. Жаңа сұрағам. Дәрігердің айтуы бойынша сүйегі көрініп ырсиып тұрыпты. Демек Алмастың салдақсы екен ғой. Өзінен үлкен қылып қайдан тауып алған өзін. Қап қолыма түсші осыдан. Кеше тергеуші келмей тұрып, зытып кетіп еді. Арты бір уыс екен ғой. Менен қашып құтылмас деген қымбат кіжініп болды. Осыны қазір тергеушіге түгел жеткізетін бол. Және кешірім берем деп ойлама. Сен әйелім, балаларымның анасы деп сыйламаған еркектен аулақ қылсын. Опасызға көрсетейін, опасыздық жасаудың соңы не болатынын. Ана үй Алмастың атында ма, онда тіпті жақсы. Енді несиесін төлеме. Төлесін өзі. Сосын ауруханадан шыққан бойда ажырасуға арыз жаз. Өзіңді жұлқылауға жол бергенің не? Қолын қағып жібермейсің бе дей бергенде, палатаға медбике келіп дәрі салатын уақыт болды. Сіз шыға тұрыңыз деп қымбатты шығарып жіберді. Түстен кейін тергеуші келіп, Сымбаттың арызын қабылдап алды. Адам өміріне қасақана қауіп төндіргені бойынша іс қозғалатынын, Алмасты да, қасындағы келіншекті де тергеуге шақыратынын айтып кетіп қалды. 10 шақты күннен соң, Сымбат ауруханадан шықты. Ауруханада жатқанында Алмас бірде-бір рет келмеді. Алмастың анасы келіп, қал жағдайын сұрап, Алмасты кешіруін өтініп кетті. Мұны естіген Қымбат ашуланып, құдағайын ауруханадан қуып шықты. Қымбат бауырын өз үйіне алып келді. Ата-анасы мен балалары жылап қарсы алып, мәре-сәре болды. Барлық малдарын сатып, ата-анасы аудан орталығынан үй сатып алып, сол үйге көшіп барды. Сымбат емін үзбей алып, аяғына тұрып тәуірленіп кетті. Аудан орталығындағы мектептердің біріне жұмысқа орналасты. Сот отырысы болып, екеуін ажырастырып жіберді. Ал Сымбаттың өміріне қауіп төндірген келіншекті шартты түрде 2 жылға соттады. Алмас көңілдесінің аяғы ауыр деп айтқан болатын, бірақ бұл өтірік болып шықты. Алмастың өзін жұмыстан шығарып жібергенін естіген болатын. Сол оқиғадан кейін кейіпкерлер бір-бірімен кездеспеген. Алмас балаларым бар ет деп іздемегенде. Соңы